күйеуімнің папасы маған домогательство жасады да, содан кейін кетіп қалдым мен. Ойбай. Күйеуіңнің әкесі Иә. сені зорламақ болды ма? Зорламақ болған жоқ, прям зорлады деп айта алмаймын, бірақ сол тұрсам артымнан келіп құшақтап кетеді. Құшақтайды да бүйтіп жамбасын ұстап кетеді, кеудемді ұстап кетеді деген сияқты. Бұны қия салу керек шығар, білмеймін, айту дұрыс па, дұрыс емес па. Негізі ажырасудағы басты себебім сол болды. И күйеуімнің жаңа жұмыс істемей жата бергені, үнемі түнімен компьютер, күндіз бойы ұйқы, дұрыс емес өмір сүруі, и мамасының жаңа артық махаббаты ғой. Жанар, айта қойшы, күйеуіңнің әкесінің жасы қаншада болды? Білмеймін, 64-ші жылыма шамасы сондай шығар. Сен бұл туралы күйеуіңнің анасына, күйеуіңе айттың ба? Айттым. Сенді ма олар саған? Алғашқыда сенді, алғашқыда әкелерін, күйеуін кінәлады, бірақ содан кейін сен өзіңде мінезің ашық қой, өзіңде тыныш жүрмейсің ғой дегендей мені де кінәлай бастады. Сосын мен бұл ары қарай жалғаспайды бұлай, бізді бөлек шығарыңыз деп талап еттім енемнен. Бірақ ол оны орындаған жоқ. Я деп өтірік күліп жүрді де. Неге? Себебі 90-шы жылдары күйеуі ішкен, шеккен, көшеде қалған, сөйтіп әйелінің алдында да, баласының алдында да авторитеті жоқ. Сондықтан өздері де біліп отыр ғой оны. Енем де бүйтіп бәрін жылы жауып қойып отыр, себебі күйеуі мұнайда істейді, ақшаны көбірек табатын болғаннан кейін ол пайда әкеліп отыр үйге. Күйеуі де сол сәләфизм, сәләфит, сондай бола тұра, енді ол да дін ұстай тұра, дін жолында болай тұра, саған сондай ерсі қылықтар жасады,